Сәлеметсіздерме? Presentation AI бағдарламасын қолдана отырып, презентация өз тақырыбыңызға жасауды көрсететін боламыз. Тегін жасау үшін осы батырманы басамыз. Попробуйте бесплатно. Бұл бағдарлама тегін жасай беруге болады. Мен тіркелгендіктен менің осылай аккаунтым тұрады. Немесе өз аккаунтыңызды регистрация жасауға болады. Бұл бағдарламаның артықшылығы өз материалыңызды жүктеуіңізге болады. Болмаса, өзіңіз басынан бастап презентация жасауыңызға болады. Өзіңізге ыңғайлы тілді таңдайсыз. Қазақ тілін таңдадық. Және презентациямыздың тақырыбын айтамыз. Ерекше балаларға жасанды интеллекті пайдалана отырып психологиялық жаттығулар тізімін енді осы батырманы басамыз. Бұл қазір бізге өзі ұсынады. Слайдты неше беттік жасауға болатынын таңдаймыз. Біз 10 беттікті таңдайық қысқаша. Кім жасайды? Мұғалім деп көрсетеміз. Кәсіби тәрбиелі қолданушы. Кәсіби мақсатта пайдаланайық. Дизайнын таңдаймыз. Дизайны мына жеңіл дизайнды алайық. Балаларға ыңғайлы деп. Жалпы шыққан 10 слайдымызға көз жүгіртсек, бізде ең керегі мына 5-ші слайдта бізге қажетті 3 жаттығу шығарып беріп тұр. Менің бүгінгі эмоциям, сиқырлы дөңгелек ойыны, рөлдік симуляциялар дейді. Бұл бағдарламада қалағанымызша дизайн өзгерте аламыз. Одан кейін түсін өзгерте аламыз. Оң жақ жоғары жағындағы батырманы басу арқылы қай форматта сақтап алатынымызды таңдай аламыз. Немесе осы бағдарламаның ссылкасын кімге слайдты көрсеткілеріңіз келеді, сол адаммен бөлісуіңізге болады. Сау болыңыздар.